Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге осындай үлпілдек мамық болып пісетін пирожкидің рецептін көрсеткім келеді. Менің видеомды соңына дейін көріп, маған тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Бұл бәліштердің қамыры ерекше әдіспен дайындалады. 4 картошканы алып, майдалап турап, қайнап тұрған ыстық суға салып пісіретін боламыз. Картошканы мұздай суға салып пісіргенде кейбір картоптар тез пісіп кетеді де, сырты езіліп, ортасы піспей қалады. Осылай қайнап тұрған суға салып пісірген дұрыс. Және бір бас пиязымызды майдалап турап, 1-2 қасық сұйық майда шыжғырып алатын боламыз. Сосын пісіп шыққан картопымызды алып, жақсылап езіп, үстіне шыжғырылған пиязды құямыз. Картоптың суын төкпеңіздер, ол бізге керек болады. Осылай шыжғырылған пиязды үстіне салып, араластырып, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш салатын боламыз. Қалауларыңызша бір шай қасық тұз салсаңыздар да болады. Енді осындай керден кесеменен 2 кесе ұн аламыз. Бұл керден кесенің іші 350 грамм. Және осы керден кесенің іші 400 грамм су. Картошка қайнатқан суымызды алып, жылы температураға келтіріп, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық шекер және 1 ас қасық дрожж салып араластырып, ұнымызға құятын боламыз. Алдымен 2 ас қасық майымызды құямыз. Және жылытылған картошка қайнап шыққан су. Бірінші қасықпен осылай араластырып алайық. Суымыз жылы, ыстық суға дрожж салмаймыз. Қамырымыз сондай жұмсақ болып шығады. Қолмен осылай илеп алып, сосын тақтайшаның бетіне ұн сеуіп салып, ары қарай илейтін боламыз. Міне осылай жақсылап илеп аламыз. Сосын бетін жауып қоямыз жарты сағатқа. Жарты сағаттан кейін міне ашып шықты, қамырымыз әдемі болып. Енді бөліктерге бөле бастаймыз. Менің осы дайындаған қамырымнан 16 бөлік шықты. Шетінен домалақтап тақтайшамызға қоямыз. Бәліштер өте дәмді болып шығады. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Мінекей 16 бөлікке бөлдік, бетін сәл жауып қоя тұрамыз. Сосын алғашқы домалақтаған қамырымыздан бастап осылай жайып алақанмен. Ортасына 1 тола ас қасық салмамызды салып, бәліш түйетін боламыз. Оқтаумен жаюдың қажеті жоқ, өйткені қамыр жұмсақ. Осылай шоқтарын төмен қаратып басып қойыңыздар. Ешқандай да ажырап кетпейді піскенде.
Мінекей бәрін дайындап алдық. Бетін жауып қояйық, қаясып қалмау үшін. Сосын бірінші түйген бәлішімізден бастап алып пісіре беретін боламыз. Қараңыздар, қандай әдемі болып көтеріліп жатыр. Сондай дәмді болып шығады бәліштер. Үйіңізде бүлдіршіндеріңіз көп болса, сіз пісіріп болам дегенше де жеп тауысуы мүмкін. Өйткені сондай дәмді. 2 порция жасасаңыздар да болады бірден. Осы жолмен пісірілген пирожкилерді, егерде қалып кеткен жағдайда, холодильникке қойып, ертеңіне микроволновкада кішкене қыздырып алып, ысытып алып жесеңіздер, сондай жұмсақ, үлпілдек күйінде тұрады. Дәмін жоғалтпайды, дәмі одан сайын әдемі бола түседі. Мінекей біздің бәліштеріміз де дайын болды. Сондай керемет жұмсақ, қараңыздар. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Шайларыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларымда жүздескенше сау болыңыздар.